айтсам, Орал өңірінен шыққан азаматтармен менің ол бастан бала кезімде болады. Керемет жақын байланысым бар. Бесіктен белім шықпай жатып ақын болдық. Осыдан атты 30 жыл бұрын 20 жасында тұңғыш кітабым шыққанда соған ең бірінші алғыс сөз жазып, сәт сапар тілеген тұсауымызды кескен қадыр Залил ағамыз болды. Ол кісімен міне әлі күнге дейін ағалы інілі жақсы туысқандық сияқты қарым-қатынастамыз. Бір құпия ашып қойсам, бір 15-20 күнде бір қосылып екеуміз Салтанат жеңгемізден жасырынып жүзіп шығып қоямыз. Ал енді екінші бір деп екінші емес, енді мұны араласқан ретіне қарай айтып жатырмын. Қазақтың ұлы ақыны деп жаңа София апайды тұрғызып халыққа көрсетіп жатқан Жұбан ағамыз сол кісінің де мен қамқорлығын көрген адаммын. Сонау біз енді ауылдан Алматыға келгеннен кейін мынау пәтердің азабын бір кісідей тартып, үйден үйге көшіп, тіпті ұйғырдың да, орыстың да, қытайдың да босағасында жүріп, балаларымыздың жаңағы қабырғасы қыраулы үйде туып, құндақталған кездерінде, сонда қиындықтар көріп жүрген кездердің біреуінде мен Жұбан ағаға келіп, пәтер сұрап дегендей. Бұл ол кісінің Жаушылық одағының бірінші хатшысы кезінде, сол міне әлі күнге дейін сол пәтерден енді сол биыл көшемізді деп жатырмыз. Алматыда бір шағын пәтерге. Енді ол ханның сарайындай болып көрінді шындығында сол кезде.